Сәлем достар, Audi 100 S4 климат бақылауы. Климат бақылау автомобиль салонында температура мен ылғалдың жүргізуші мен жолаушыларға қолайлы деңгейін қамтамасыз етеді. Климат бақылаудың негізгі функциясы берілген температураны автоматты түрде ұстап тұрады. Климат жүйесі датчиктердің көмегімен салондағы ауа температурасын бақылайды және отопитель мен кондиционер жұмыстарын реттейді. Климат жүйесі температура датчиктерінен, басқару панелінен және электронды басқару блоктарынан тұрады. Датчиктер автомобильдің ішінен және сыртынан ақпараттарды есепке алады. Электронды басқару блогы осы ақпараттарды талдап және жүйе құрылғыларын реттейді. Нәтижесінде автомобиль салонында жайлы климаттық режим орнайды. Басқару блогынан ішкі температура, ауаның таратылуы, вентилятор және компрессор жұмыстары реттеледі. Осы элементтердің жағдайы дисплейде көрсетіледі. Климат бақылауды іске қосу үшін зажиганияны қосамыз, немесе қозғалтқышты оталдырамыз. Міне біздің салондағы климат бақылауы. Климат бақылау бірнеше режимде жұмыс атқарады. Басқару панеліндегі жоғарғы жақтағы мынау кнопка, ол терезені құрғату режимі. Осы кнопканы басқан кезде осы режим іске қосылады. Вентилятор жоғары жылдамдықта жұмыс істейді. Компрессор автоматты режимде жұмыс істейді. Қажетті жағдайда ауаны құрғатады. Ауаны қыздыру жүреді. Бұл режимде рециркуляцияны қосуға болмайды. Бұл режимді қосқанда ылғал құрғатылады, терезелер терлемейді. Ауа сырттан алынады. Автоматты режимді іске қосу үшін авто деген кнопканы басамыз. Бұл кнопканы басқанда қолмен қосылған барлық режимдер тоқтатылады. Және климаттық құрылғы түгел автоматты режимге өтеді. Бұл режим берілген температураны ұстап тұрады. Салонда ауа ағымдарының бағыты және вентилятор жылдамдығы өзгереді. Компрессорды іске қосу үшін немесе өшіру үшін мына төменгі кнопканы басамыз. Сонда мына панельде мынандай белгі шығады. Плюс кнопкасын басатын болсақ, 0,5 градус қадаммен температура жоғарылайды. Ал егер минус кнопкасын басатын болсақ, 0,5 градус қадаммен температура төмендетіледі. Плюс кнопкасын басатын болсақ, барлық режимде вентилятордың айналу жылдамдығын жоғарылайды. Ал егер минус кнопкасын басатын болсақ, барлық режимдегі вентилятордың айналу жылдамдығын кемітеміз. Жылдамдықтың ең төменгі деңгейінде реттегіш заслонкалар тоқтайды, компрессор өшіріледі, ауа жіберетін заслонка жабылады. Рециркуляция режимі. Ауа салонның ішінен алынады. Рециркуляция режимі кондиционерсіз ұзақ уақыт қосылса, салонға таза ауаның келуі тоқтайды. Және терезелер терлей бастайды. Сыртқы ауа ластанған кезде іске қосылады. Мұны қосу үшін негізі мына кнопканы баса саламыз да. Жерде міне 23 градуста бізде ауаны үрлеп тұр. Жоғары жылдамдықта. Климат бақылауда 60 шақты канал бар. Каналға кіру үшін бір мезетте екі кнопканы басу қажет. Бірінші мына рециркуляция кнопкасы, екінші мына жоғарыдағы стрелка кнопкасы.
Сонда мынау каналдарға кіреміз. Мына бірінші канал. Мына жоғарғы үшін плюсты басамыз. Екінші канал, үшінші канал, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ал егер төмен қаратай жылжытатын болсақ, мына 8, 7 осылай кете береді. Мысалы 17-ші каналда алатын болсақ, ол автомобильдің жылдамдығын көрсетеді. Жылдамдықтың шамасын көру үшін қайтадан рециркуляция кнопкасын басамыз. Мына бізде 0-0-ді көрсетіп тұр. Себебі автомобиль тоқтап тұр. Сол себептен жылдамдық 0-ді көрсетіп тұр. 28-ші канал. Ол бізде мотордың обороттарын көрсетеді. Оның шамасын көру үшін біз қайтадан мына кнопканы басамыз. Сонда бізде қазір оборот 900.000 оборот 1 минутта көрсетіп тұр. Егер қазір мен газды басатын болсам, мына оборот үлкейіп жатыр, мына 20-ға дейін жетті. Елу бірінші канал, ол мотордың температурасын көрсетеді. Қайтадан мына кнопканы басамыз. Қазір мотор жаңадан іске қосылды. Сол себептен температурасы 9 градусты көрсетіп тұр. Әлі қыза қойған жоқ. Осылай әр каналдың өзінің шамалары бар, мазмұны бар. Сол арқылы біз автомобильдің сипаттамасын көруге болады. Каналдар тізімі.